Бірнеше күннен кейін ұлт тарихындағы ең бір қасіретті, ең бір қайғылы кезең ашаршылық құрбандарын еске аламыз. Менің атам Хамит сол зұлматты заманды көзімен көрген, одан аман шыққан жандардың бірі. Кейін атамыз ұрпақтарына аштық жылдарында адамдардың қалай жан баққанын, нені қорек қылғанын әңгіме қылып айтып отырған. Біз сол әңгіменің бір-екеуін былайша айтқанда экранизациялап, назарларыңызға ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Атамыз Хамиттің айтуы бойынша аштықтан қашқан жұрт дала кезіп осындай сүйектерді теретін болған. Ал бұл сүйекті қалай қорек қылған дегенге келер болсақ, оны қазір көрсетеміз. Табылған сүйекті ең алдымен тасқа салып шағатын болған. Міне, естіп шағылған сүйекті ұнтақ қылу үшін кейін диірменге салған. Міне, осылайша шамалы ұнтақталған сүйектерді алып, сүйектің үгінділерін алып, кейін негізі бұл ұнтақ күйінде болу керек еді, бірақ енді бізде уақыт тапшы, сол импровизация деп қабылдаңыздар. Осыдан кейін міне суы қайнап тұрған қазанға салған. Осылайша міне жаңа ғана далада сүйек болып жатқан зат, міне жылан көзден майы шыққан кәдімгі қорекке, сорпаға айналып шыға келді. Міне Хамит атамыздың айтқанында осы аштық жылдарында халық осылай сүйек теріп жүрек жалғаған десек те болады. Енді бұл сол атамыз айтқан әңгіменің бірі ғана. Хамит атамыз айтқан тағы бір әңгіме бойынша адамдар далаға шығып аламан дейтін жануардың інін іздейтін болған. Бұл аламанның ерекшелігі оның інінен бір шелекке дейін дәнді дақылдар, дәндер, түрлі тамырлар шығатын болған. Кейін адамдар сол осы дәндерді жаңағыдай диірменге салып, суға салып азық қылған. Міне Хамит атамыздың айтқан әңгімелері аштықта, аштық кездерінде қалай жан баққан деген әңгімелері осы. Біз бұл роликті, бұл таспаны жайдан-жай түсірген жоқпыз, еріккеннен немесе атымыз шығару үшін. Ұлтымыздың ең бір қасіретті кезеңі ұрпақ жадынан өшпесін деген мақсат қана болды. Сол себепті осы таспаны түсіріп назарларыңызға ұсындық.